Мен Махмұт Әлиернұр Батырханұлы, Проэко экологиялық жобасының қатысушымын. Номер 30 Махмұт Торайғыров атындағы жалпы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы. Менің тақырыбым туған өлке табиғаты. Қатысу себебім туған өлке табиғатын таныстыру. Табиғат жер байлығы, батыр ел байлығы демекші, менің де туған өлкем өз табиғатымен көрікті. Бұл мешітте бір мезгілде 10 мың адам болса сыйды. Тағы бір ерекшелігі, бұл мешіт судың ортасында орналасқан. Біз қазір Сарыағаш ауданының Әлімтау ауылындағы Жабай Тоқсаба әулие кесенесінде тұрмыз. Жабай Тоқсаба әулиенің толық аты Жабай Қазыбекұлы. Ол 18-ші ғасырда өмір сүрген атақты әскербасы, қолбасшы болған. Ол кісінің әулиелігі басына келіп, қоттын еген адамдардың түсіне кіріп, перзент сұрағандарға перзент беруіне, ауру сырқаттарға дертінен айығуына, өмірде жолы болмаған адамдардың бағын ашуына бата берген. Әулие кесенесі 1996 жылы ұрпақтардың демеушілігімен салынған. Келесі келіп отқан киелі орнымыз Ердәуіттің Қадамжайы. Бұл жер ауданымыздың Дарбаза ауылына жақын жерде орналасқан. Ердәуіт бабамыз ерте заманда ұсташылықпен айналысқан және шебер кісі. Қазіргі таңда жер еліміздің түкпір-түкпірінен келіп зиярат ететін орынға айналды. Ұлы Отан соғысында қаза болған аталарымыздың есімдерін ұмытпасын деп, жеңістің 65 жылдығына арнап 2010 жылы 9 мамырда Сарыағаш қаласында ескерткіш кешені ашылған болатын. Мына қара тақтада есімдері жазылған боздақтарға мәңгілік қарыздармыз. Қазақстан темір жолы Сарыағаш вокзалы жолаушылар мен жүк тасымалдау арқылы экономикаға өз үлесін қосуда. Әсемай минералды сусындар зауыты. Ауданымыздағы алдыңғы қатарлы Сарыағаш минералды суын шығаратын зауыт. 1998 жылдан бері елге қызмет етуде. Сарыағаш шипажайы 50 жылдан астам тарихы бар. Шипалы суынан емізушілер жан-жақтан ағылып келуде. Атқазан ішек қан тамырларына таптырмас емдік минералды су.